Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, сәлеметсіздер ме? Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы Талас ауданы Көктал ауылдық округінің әкімі Бейсебаев Қайрат Ерланович. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Талас ауданы Көктал ауылдық округі әкімінің аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газетінің және Тараз 24 телеарнасының берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландыру тақталарында және Жамбыл облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурсында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22 тармағына сәйкес залда аудио және бейне жазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдаулардың хатшы тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хатшы ретінде келесі кандидатура ұсынылады. Казэкопромстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Амзекулов Алмас Момынханұлы. Қарсы еместер ме? Дауыс береміз. Қарсы, қалыс жоқ. Онда бір ауыздан келісілді. Алмас Момынханұлы. Сөз өзіңізде. Сөз Тілеубаев Әділет мырзаға қоғамдық тыңдаулар материалдары бойынша баяндама жасау үшін беріледі. Саламатсыздар ма? Көктал ауылының тұрғындары, біздің бүгінгі жинап отқанымыз қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының экологиялық рұқсаты былтыр аяқталыпты. Сол 2026 жылдан бастап 2035 жылға дейін біз создыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Халық беруге соған байланысты осы жиналысты өткізіп жатырмыз. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Жамбыл облысы Талас ауданы Көктал ауылдық округі аумағында орналасқан. Полигонның жалпы ауданы 1 гектарды құрайды. Жобаға сәйкес қызмет көрсетілетін халық саны 812 адам деп берілген. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның оңтүстік шығысында 1080 метр қашықтықта Көктал ауылы орналасқан. Полигонның солтүстік шығыс жағынан Қаратау-Жаңатас бағытында автомобиль тас жол өтеді. Полигонның орналасуы санитарлық экологиялық талаптарға сәйкес келіп, тұрғын аймақтардан қауіпсіз арақашықтықта орналасқан. Аумақты шаруашылықта пайдаланудың негізгі бағыты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оқшаулау және залалсыздандыру болып табылады. Полигон қызметі атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануын болдырмауға, сондай-ақ кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру тудыратын микроағзалардың таралуының алдын алуға бағытталған. Полигонда қоқыс тасымалдайтын автокөліктердің үздіксіз түсірілуі қамтамасыз етіледі. Полигонға келіп түскен қоқыс тасымалдаушы көліктер жұмыс картасының жанында түсіріледі. Қоқыс түсіру алаңы 2 бөлікке бөлінеді. Bir бөлігінде қоқыс тасымалдайтын көліктер жұмыс істесе, екінші бөлігінде бульдозер тығыздау жұмыстарын жүргізеді. Түсіру алаңындағы көліктердің орналасуы әрбір көліктің кедергісіз кіріп шығуын қамтамасыз етеді. Жобаға сәйкес кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағы 1000 метр деп белгіленген. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында барлығы 5 атмосфераны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 4-еуі ұйымдастырылмаған көздері. Ластаушы заттардың шығарындылары 12 зиянды заттан тұрады. Нормативтік шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар көлемі жылына 3,439 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 1,224 тонна, газ тәріздес және сұйық заттар 2,214 тонна.
бізде 2026 жылдан бастап 2035 жылға дейін шығарындылар есептелген. Содан кейін қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленген. Ол жерде бізде полигонға түсетін қалдықтардың түрлері қатты тұрмыстық қалдықтар, көлік қалдығы барлығы жылына 324,4 тонна қатты тұрмыстық қалдықтар тасталады полигонға. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары әзірленген. Оның ішінде қоршаған ортаға әсер ету мониторингі 90 сайын тұрақты жүргізіліп отырылады. Көшеттер отырғызу және күтіп баптау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары қарастырылған. Жабдықтар мен көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілуіне жол берілмейді. Экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстары жүргізіледі. Табиғатты қорғау акциялары, жарыстар және сенбіліктерге қатысу жұмыстары қарастырылған. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса қойсаңыз болады, полигон бойынша. Бар ма сұрақтар? Жоқ. Осылардың бәріне сіздер жауап бересіздер ме? Біз Көкталдың несі жауап беремін, әкімшілігі жауап беремін. Жоба іздеп отырық қой. Біз экологиялық рұқсатын алып береміз. Негізі әкімшіліктің атында ғой полигон. Ауылдық округтағы. Рахмет. Енді қоғамдық тыңдаулардың 2026-2035 жылдарға арналған қоршаған ортаға эмиссиялар экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастырылатын болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Осымен қоғамдық тыңдау аяқталды. Рахмет. Келген адамдарға